Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Бекжанова Бақтыгүл Омырзаковна, Мұнайлы ауданы 7-ші орта мектептің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Біз бүгін 1-ші сыныптың 32-ші сабағы жер ортақ үйіміз тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың құндылығы сүйіспеншілік. Сабағымыздың қасиеттері түсіністік, ынтымақтастық, сыйластық. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға жер ананың адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру арқылы сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Оқушыларға жердің ортақ үй екенін түсіндіре отырып, ынтымақтастық қасиеті жайлы түсіндіру. Оқушыларды жер ананы қадірлеуге, оның тұрғындары мен ынтымақтастықта үйретуге, сыйластық қасиеттеріне тәрбиелеу. Оқушыларды жер анаға сүйіспеншілігін арттыру арқылы түсінік, ынтымақтастық, сыйластық қасиеттеріне тәрбиелеу. Сабағымызды 5 ережені қайталаудан бастайық. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық сақтасақ, сабағымыз жақсы өтеді, балалар. Ендеше сабағымыздың дәйек сөзін менімен бірге қайталаңыздар. Содан кейін дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп. Бұл дәйек сөзді Абай Құнанбаев атамыз жазған екен, балалар. Абай Құнанбаев 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы дүниеден өткен екен. Ол ақын, ағартушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер болған екен. Балалар, осы Абай Құнанбаев атамыздың дәйек сөзін қалай түсіндіңдер? Осы дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Балалар, мен сіздерге мұғалім сыйы ретінде бірлік пен татулық мекен деген видеоролик дайындап келдім. Қараңыздар. Сәлем, Буташка. Сәлем, Кәусар, қалың қалай? Бәрі жақсы. Сабағың қалай өтті, не үйрендің бүгін? Бүгін біз 1 мамыр Қазақстан халқының бірлік күні туралы өттік. Үй жұмысына халықтар достығы туралы эссе жазуға берілді. Буташка, біздің Қазақстанымызда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады ма? Олар қалай бізге келді? Арасында да, Кәусар, біздің қазақ жерінде 130-дан астам ұлт өкілдері киелі шаңырақ астында тату-тәтті, береке бірлікте, бейбітшілік пен ынтымақта өмір сүріп жатыр. Олар кей қиындық кезеңде түрлі себептермен біздің қазақ жеріне көшіп келді. Мен саған Солтүстік Қазақстан облысында тұрып жатқан Евлоевтар отбасы туралы айтып берейін. Жарай ма? 1944 жылы ақпан айында ауыл жігіттерін орталық алаңға жинады деп еске алады Мұхарбек ата. Орыс әскерилерінің жеткізген хабары шешен ингуш халқына төбеден жай түскендей әсер еткен екен. Үйлерін тастап кетуге сол күні небәрі 25 минут қана уақыт беріпті. Всем мужикам на собрании. Шамамен 11-12 жасымда болдым. Тек ауыл жігіттерін орталық алаңға жиын болады деп шақырды. Біз кішкентаймыз, ондай жиындарға қатысуға ерте еді. Бірақ баламыз ғой, ақырын арттарынан ердік. Бір кезде әскери киім киген ер адам орыс тілінде сөйледі. Ол кезде мен орысша білмеймін, түсінген жоқпын. Орысша білетін бауырымыз бізді ингуштерді өз жерімізден қуылатынымызды айт деді. Біз достарымызбен аң-таң болып үйге қарай жүгіре кеттік. Ауылдың ақсақалдарына айтып едік, бізге ешкім сенген жоқ. Бір кезде манағы әскери киімдегі адам үйдің есігін қағып, үйлерімізді босатуды талап етті. Жиналуға небәрі 25 минут берді. Евлоевтар отбасы басқалармен бірге бір эшелонға отырып жер аударылды. Солтүстік Қазақстан облысына дейін 18 тәулік бойы жүрген. Осы аралықта оларды небәрі 3 рет қана тамақтандырған екен. Жолда біреуі аштықтан, енді бірі ауырып қаза табады. Біз Петропавлға жеткенде сіңілім қатты ауырып қалды. Анам екеуін ауруханаға алып кетті. Сол жерде анамнан айырылдым. Бізді бөліп арба
арбаға көлікке отырғызып ауыл-ауылға жеткізді. Көлікке отырғандарды қаладан алыс жерге әкетті. Мен арбаға отырған едім. Бізді осы Пенкова ауылына әкелді. Орыс отбасына түстім. Өздерінің 2 кішкентай баласы болды. Тамағымен бөлісіп, бізді аш қалдырған жоқ. Жаңа жерге үйренген кезде жұмысқа орналасып, азын-аулақ табыс таба бастадым. Ата мен апа көп қиындық көрген екен. Кәусар, мұңайма. Қазір Евлоевтар отбасы ұлын ұяға, қызын қияға қондырып отыр. Балалар, видеоролик ұнады ма? Осы видеоролик бойынша мен сіздерге сұрақтар қойғым келіп отыр. Бірлік дегенді қалай түсінесіздер? Ал татулық дегенді ше? Қазақ елінде қанша ұлт бар екен? Евлоевтар отбасының қазіргі жағдайы қандай екен? Жарайсыздар балалар, сұрақтарға жауап беріп болсаңыздар, шығармашылық жұмыс жасайық. 140-шы беттегі екінші тапсырманы орында. Екінші тапсырмада оқушылар бүкіл әлем балаларына арнап жақсы сөз, жақсы тілектерін дәптерге салынған ағаш жапырақтарына жазу дейді. Тапсырманы орындаймыз балалар. Сабағымыздың соңында топпен ән айтайық. Біз бақытты баламыз.